Ұстаз болашақты тәрбиелеуші, ұлттың рухани темірқазығы. Нағыз ұстаз дегеніміз білім мен парасаттың, шыдам мен сүйіспеншіліктің, адалдық пен кәсібиліктің нышаны. Осындай қасиеттерді бойына тартқан, шәкірт тәрбиелеуде өмірлік мұратын айналдырған аяулы жандардың бірі Гүлнар Әлмағанбетова. Ол бүгінде Арқалық қаласындағы Абай Құнанбайұлы атындағы нөмірі 6 мектеп гимназиясында бастауыш сынып мұғалімі қызметін атқарып келеді. 36 жылдық үздіксіз еңбек өтілі бар ұстаз, талай буынның санасына білім нәрін сеуіп, жүрегіне ізгілік ұялата білген парасатты педагог. Қайырлы күн. Мен Әлмағанбетова Гүлнар Шашубайқызы, Қостанай облысы Ақшығанақ ауылында дүниеге келдім. Туып өскен жерімде орта мектепті аяқтап, 1984 жылы Арқалық қаласының педагогикалық училищесіне студент атандым. Оны 1988 жылы ойдағыдай аяқтап, туған жерімде еңбек жолымды бастадым. Енді осы еңбек жолымды бастауыш мұғалім болып жұмыс атқардым. Сол уақытта 18 жыл уақыт өтіпті. Бастауыш мұғалім болғаныма Ақшығанақ ауылында. Мінекей өзімнің отбасылық жағдайыма байланысты Арқалық қаласына 2006 жылы қоныс аудардым. Содан бері 2007 жылдан бастап мінекей қаламыздағы ең үлкен мектептердің бірі, беткұстар мектептердің бірі деп те айтуға болады. Абай Құнанбаев атындағы мектеп гимназиясына бастауыш сынып мұғалімі болып жұмысқа тұрдым. Ең ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға деп Абай атамыз айтқандай, мінекей ұстаздық жолында жүргеніме биыл 37 жыл толыпты. Осы аталған мектепте 18-19 жылдай болыпты жұмыс атқарғаныма. Гүлнар Әлмағанбетованың еңбек жолы Жанкелдин ауданында қарасты Ақшығанақ ауылынан бастап алған. Осы бір кеңпейіл даладағы ауыл мектебінде ол алғаш ұстаз ретінде шәкірт тәрбиелеп, мұғалімдік мамандықтың жауапкершілігі мен қиындығын қатар сезінді. Ақшығанақ мектебінде 18 жылға жуық уақыт еңбек етіп, талай ауыл баласына сапалы білім мен тәрбиенің негізін қалады. Ұстаздық жолдың алғашқы жылдары оның кәсіби қалыптасуына, тұлғалық дамуына үлкен ықпал етті. Гүлнар Шашубайқызы Абай Құнанбаев атындағы мектеп гимназиясында 2006 жылдан бері жұмыс жасап келеді. Өте жоғары шығармашыл ұстаз деп айта аламын. Ұстаз болу, ол өз уақытын аямау, өзгенің бақытын аялау деген сөз ғой енді. Осы сөз біздің Гүлнар Шашубайқызына айтылған деп айта аламын. Өз уақытын аямайды, қашан көрсекті оқушыларға жалпы өзінің жұмысына өте үлкен жоғары деңгейдегі дайындықпен келеді. Оқушылары көптеген байқауларға қатысып, жүлделі орындармен көзге түсіп жүр. Соның ішінде ғылыми жұмыстар, бастау олимпиадалары, мектепшілік, қалалық олимпиадаларға қатысып, балалары бірінші, екінші орындарды бермейді. Гүлнар апайға сәттілік тілеймін. Ақырын жүріп анықпас, еңбегін кетпес далаға, ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға деп, барлық әріптестерімді, мұғалім жолдастарды келіп жеткен мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық тілеймін, шығармашылық үлкен табыс тілеймін, өздеріңізден шәкірттеріңіз оза берсін деген үлкен тілек білдіремін. 2006 жылы Гүлнар апай Арқалық қаласына қоныс аударып, 2007 жылы нөмірі 6 мектеп гимназиясына жұмысқа орналасады. Содан бері осы білім ордасында үздіксіз қызмет етіп келеді. Бүгінде 2-ші А сыныбының жетекшісі. Ол әр оқушыны жеке тұлға ретінде танып, әрқайсысының қабілетіне қарай бағыт бағдар беріп жүрген шебер педагог. Құрметті Гүлнар апай, сізді мерекеңіз құтты болсын. Ауырмаңыз 100 шаршар, біз сізді қатты жақсы көреміз. Арқалықтағы еңбек жолының өзі бір тарихи кезең десе де болады. Осы уақыт ішінде ол бірнеше буынды оқытып, бастауыш білімнің берік іргетасын қалады. Оқушыларының ізеттілігі мен тәрбиелілігі ұстаз еңбегінің нәтижесі. Ұстаз қандай болса, мектебі де, шәкірті де сондай болады деген сөздің айқын дәлелі Гүлнар апайдың сыныптары.
Құрметті Гүлнар апай, мен сізді ұстаздар мерекесімен шын жүректі құттықтаймын. Мен сізді жақсы көремін. Ұстаздың жалпы еңбек өтілі 36 жыл. Бұл үлкен бір мектеп, сарқылмас тәжірибе. Үздіксіз даму мен өзін өзі жетілдіру жолы. Осы жылдар ішінде ол білім беру саласындағы түрлі реформалар мен жаңашылдықтардың бел ортасында болып, заман ағымына сай ұстаз бола білді. Жаңартылған білім мазмұны, критериалды бағалау, цифрлық технологияларды қолдану, мұның бәрін меңгеріп, тәжірибесіне тиімді енгізген ұстаз. Ұстаз менің әлемім, ұстаз менің серігім, ойға сана беретін ұлағатты әлемім. Жақсы оқып оқыңдар деп бізге жүрсіздердің. Рахмет саған ұстазым, мен ұстазым. Қиынға төзуге үйреткен, қашанда жаманайын безуге, жасық жасауға қамқор қол қызым, мұғалім ол біздің. Гүлнар Әлмағанбетова оқу мен тәрбие жұмысын ұштастырып жүргізе білетін, бала жүрегіне жол таба білетін жан. Ол тек оқулықтағы біліммен шектеліп қалмай, әр сабағын өмірмен байланыстыра отырып, оқушылардың қызығушылығын оятады. Өз әдістемесін жетілдіріп, шығармашылықпен жұмыс істейтін ұстаз шәкірттердің қабілетін ашуға көп көңіл бөледі. Ұстаздың еңбегі оның шәкірттерінің жетістігімен өлшенеді. Бұл тұрғыдан келгенде, Гүлнар апайдың еңбегі зор, мақтауға лайық. Оқушылары түрлі аудандық, облыстық, тіпті республикалық деңгейдегі олимпиадалар мен зияткерлік сайыстарда жүлделі орындарға ие болып жүр. Әрбір шәкірттің жетістігіне қуанып, оларды алға жетелеу жолында аянбай еңбек етуде. Гүлнар апай оқушыларының шығармашылыққа баулып, әдебиетке, өнерге, ғылымға қызықтыра біледі. Сыныптан тыс түрлі үйірмелер мен жобаларға белсенді қатысып, оқушылардың өздігінен ойлауға, шешім қабылдауға, еркін сөйлеуге үйретеді. Нәтижесінде тәрбиелеген шәкірттері оқу озаты, мектеп мақтанышына айналуда. Гүлнар Әлмағанбетованың педагогикалық еңбегі мемлекет пен қоғам тарапынан да жоғары бағаланып келеді. Осы күнге дейін ол 40-қа жуық марапат пен алғыс хатқа ие болған. Бұл оның кәсіби біліктілігі мен ұжымдағы беделінің көрінісі. Гүлнар Әлмағанбетова ұйымдастыру қабілеті жоғары, кез келген іс-шарада белсенділік танытатын жан. Мектептің қоғамдық өміріне белсене араласып, түрлі мерекелік, тәрбиелік шаралардың ұйытқысы болып жүр. Оның ұйымдастырған ашық сабақтар мен сынып сағаттары әрқашан жоғары деңгейде өтеді. Әріптестерімді осы алда келе жатқан төл мерекемізбен шын жүректен құттықтаймын. Отбасыларына амандық, дендеріне саулық, шығармашылық табыс тілеймін. Әр уақытта шәкірттері көп болсын дейміз. Ұстаздан шәкірт озар деп, осындай ұстаздан озатын шәкірттері көп болсын. Заманымыз тыныш болсын. Ұстаз болу жай ғана кәсіп емес, ол адам өміріндегі ең ұлы миссиялардың бірі. Гүлнар Әлмағанбетова осы миссияны шын жүрегімен атқарып келе жатқан педагог. Оның өмірі мен еңбегі жас ұрпаққа үлгі, әріптестеріне бағыт бағдар.